Сәлем балалар, бүгін біз сіздермен People's Book'тың 3-ші сабағы 35-ші беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Видеоны ары қарай көріп бастамас бұрын каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Бұл каналда сіздер 3-ші сыныптың орыс тілі, қазақ тілі және ағылшын тілі сабақтарынан көмек ала аласыздар. Сондықтан каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Олай болса бастайық. Бұл сабақ бізде грамматика сабағы екен. Грамматика берілген, соны қарап шығайық. I have got a sister. She's very funny. Менің әпкем бар, немесе сіңілім бар, ол өте көңілді. Яғни, бұл бір нәрсе менде бар деп айту қалай қолданамыз. Біз have got деген етістікті қолданамыз. Менде бар деген сөз. Бұл have got деген бар деген сөз. I болса have got қолданамыз, you with ға да have got қолданамыз, одан кейін не бар екен айтамыз. Және he, she, itға has got болып өзгеріп кетеді, мән беріңіздер. Сондай-ақ бұл етістіктер қысқартылып жазылады. Егер I have got болса, I've got болып қысқарып кетеді, және I've got болып оқылады. Ал it has got немесе he немесе she has got болса, she's got, it's got, he's got болып қысқарады. Және солай оқылады. Ал олай болса, онда бірінші атауы жасайық. Make sentences, сөйлемдер жасаңыз. Circle the sentences that are true for you and your friends. Сенің досың және сен туралы сөйлем шын болса, дөңгелектеп белгілейміз. Мысалы, I have got a brother. Менің ағам немесе інім бар дейді. Бар болса, дөңгелектеп белгілеп қоясыздар. Осылай. Енді екіншісін сөйлем жасайық. My friend has got a sister. Менің досымның әпкесі бар, немесе сіңлісі бар, немесе қарындасы. Шын болса, дөңгелектейсіздер. We have got a big classroom. Біздің классымыз үлкен. Шын болса, дөңгелектеп белгілейсіздер. My friends have got a pet. Менің достарымның үй жануары бар. We have got new desks. Бізде жаңа парталар бар. I have got a big school bag. Менің үлкен сөмкем бар. Келесі, екінші атау read and complete. Оқимыз және толықтырамыз. Use have or has. Have немесе has'ды қолданамыз. Have кімге қолданады? I, you, we, they-ға қолданады. Has, he, she, it-ға қолданады. Яғни, жекеше түрде үшінші жақтағыларға біз has қолданамыз. Ал олай болса оқимыз, аударып түсініп қойып кетеміз. My name is Сәуле, менің атым Сәуле, and I have got a lot of friends at school. Және менің мектепте өте көп достарым бар. Айдар and Әсел are two of them. Айдар және Әсел екеуі. Екі досым, яғни. They are very kind and friendly. Олар өте мейірімді және досшыл. Айдар and Әсел have got a dog and a hen. Айдар мен Әселде ит пен тауық бар дейді. Нұрлан is my friend. Нұрлан менің досым. Нұрлан is my friend too. Нұрлан да менің досым. He's very clever. Ол өте ақылды. He болғандықтан has got қолданамыз. He has got lots of books. Оның өте көп кітабы бар. Нұрлан has got a sister Дания. Нұрланның сіңлісі Дания. Қарындасы Дания. Дания is very naughty. Дания өте бұзық, тентек. But that's okay. Бірақ ол ештеңе етпейді. Why? Неліктен? Because she's only a baby. Өйткені ол әділі кішкентай бала, кішкентай қыз, яғни бөпе деп айтсақ та болады. Осылай толықтырып шығасыздар. Ал енді үшінші атау. Choose one of Сәуле's friends and draw a picture. Ask your friend to guess their name. Енді Сәуленің бір досын алып суретін саласыздар, және досыңызға, яғни кластасыңыз, оның аты кім екен табу керек. Мысалы, Айдарды алсаңыздар, жанында ит, тауығымен сызасыздар, өте мейірімді болып жатқан, яғни итіне тамағы беріп жатқан сызсаңыздар болады. Сондай суреттер салып шығасыздар, және кластасыңызға көрсетесіз, ол кім екен табу керек. Осындай қызықты тапсырма берілген екен. Осымен бұл беттің тапсырмаларын орындадық. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тағы да бір рет айтам, тіркеліп кетіңіздер, және видеоға лайк басып, комментарий жазып кету ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.